Бір күні Асан деген бала әжесімен қыдырып жүріп, егістік жанынан өтіп бара жатады. Сосын әжесі айтады: Асан, бұл бидай, бұдан саған тәтті нан пісіріледі деп неге. Сөйтіп олар екінші алқапқа келгенде, бұл құлпынай алқап екен. Бұл құлпынай, бұдан саған тәтті тосақ жасалады дейді. Сөйтіп Асан мен әжесімен екеуі келе жатыр, аппақ егістікке тап болады. Асан таң қалады: әже, бұл не нәрсе деп сұрайды әжесінен. Әжесі айтады: бұл сенің көйлек шалбарларың дейді. Мне керемет, менің көйлек шалбарларым егістікте өсіпті ғой. Дұрыс айтасың, Қайсар. Сенің көйлек шалбарларыңның барлығы мына егістіктен алынады екен. Ал енді бүгін екеуміз мақтаны зерттеп көрейік, иә? Жақсы. Қайсар, мақта егістікте осындай үлкен өседі. Осы мақтаны үңіліп гүлдейді. Гүлмен мынандай қауыз болады. Осы қауызының ішіне мақта мінекей мына жерде жартылай жетіліп тұр ғой. Мақта жетіліп, үлкен осындай аппақ қорапшадағы мақталарға айналады. Кәнекей екеуміз бүгін осы мақталарды зерттеп көрейік. Кәнекей адамдар негізі оны қолмен жинайды екен. Өйстіп оны адамдар қолмен еңбектеніп жинайды. Кәнекей, мақта қандай екен, Қайсар? Әппақ, үлпілдек, жұмсақ екен. Ал оның ішінде не зат бар екен? Дән. Осы дәнді біздер сақтап қойсақ, осы мақтаға келесі жылы көктемде терезе алдындағы бақшаға егеміз, иә? Кәнекей, дәндерін алып, дәндерін тазалап алайық. Мақтаны өстіп, тазалап, қоқысынан дәнінен тазартып алып, оны өндіріске апарады екен. Жарайсың. Енді оны құтыға жауып қояйық. Жарайсың. Келесі жылы көктемде егеміз. Енді сен өзің мақтаны ала қой, енді бұны біз өндіріске апарып салайық. Бұнда мақтаны Қайсар қарап, онда қоқысынан дәнінен тазалап, оны осындай аппақ мақтаға айналдырып өңдеп, одан осындай орамалар жасайды екен. Осы орамаларды жіп иіретін заводқа жібереді. Одан осындай түрлі түсті жіптер шығады екен. Ал жіптен мата тоқылады екен. Кәнекей, бүгін сен келіп матаны тоқып көр. Мына жерден қашып. Асықпа. Бұл реттеуші таяқшасымен жіптерді реттеп, үстінен астынан өткіземіз. Неге дұрыс? Яғына ғана қой. Таяқшаны ала қой. Енді ана тарақшасымен тарап тығыздаймыз. Жарайсың. Енді Қайсар, осы матадан киімдер тігіледі екен. Киім тігіп көреміз ба? Енді артықшының түбіне қиып тастаймын. Енді осы алған киімді қайда қояды адамдар? Мына жаққа. Дүкенге салады екен. Бүгін біз киім қайдан келетінін білдік. Ол үшін егістікке бару керек. Егістіктен Не өсіреді? мақта өсіреді. Мақтадан жіп иіреді. Жіптен мата тоқиды екен. Матадан киім тоқиды екен. Менің және сіздердің киімдеріңіз тігіледі. Сау болыңыздар.